Таңғажайып бақша мен жұлдыздар. Ертеде ұзақ қашықтықта жасыл ормандармен көмкерілген таңғажайып бақша болды. Бұл бақша басқа бақшалардан ерекше болатын, өйткені оның гүлдері тек күндіз ғана емес, түнде де өздері жарқырайтын, түрлі түске боялып, ерекше әуендер шығаратын еді. Әр гүлдің өзіндік әуені, түсі және хош иісі болды. Бір күні кішкентай Әлия орманның арасындағы жолмен жүріп, осы бақшаны кездестірді. Ол бұндай сұлулықты өмірінде ешқашан көрмеген еді. Бақшаның ішінде жасыл шалғын, түрлі түсті гүлдер, қызыл ағаштар және көк аспан мен ақшыл бұлттар көрініс тапты. Әлия таң қалып бақшаға қадам басқанда алдына ақшыл шегіртке шықты. Ол өзінің әнін айтып тұрған еді. Шегіртке Әлияны көріп күлімсіреп, «Сәлем, сен жаңа ғана осы бақшаның қақпасын аштың. Бұл бақша әлемнің ең сиқырлы бағы. Мұнда тек қана армандар орындалады», деді. Әлия таңырқап шегірткеге сұрақ қойды. «Неге бұл бақша осындай ерекше?» Шегіртке күлімсіреп жауап берді. «Бұл бақша сиқырлы бақ. Мұнда әр гүл өз армандарын айтады. Бұл жерде ешқашан қараңғы болмайды, тек жарық пен қуаныш. Мұнда бәрі де шынайы, бірақ оны түсіну үшін жүрегіңнің тереңдігіне үңілу керек». Әлия бақшаға кірді. Оның көз алдында әрбір гүл өзінің әуенін шығарды. Көк гүлдер ритмикалық ән салып, қызыл гүлдерде күлкілі қуанышты дауыстар естілді. Әлия таң қалып әрбір гүлге жақындап олардың әндерін тыңдады. Алғашқы гүл Әлияға өз арманын айтты. «Мен көкке ұшып кеткім келеді. Мен аспанға ұшып, бұл әлемді жоғарыдан көргім келеді». Әлия оған таң қалып айта бастады. «Бірақ сен тек гүлсің ғой, қалай ұшасың?» Гүл күлімсіреп жауап берді. «Бұл менің арманым. Арман жүзеге асатын орын біздің бақша». Әлия одан жүріп әр түрлі гүлдермен танысып, олардың әр қайсының армандарын тыңдады. Кейбір гүлдер біртіндеп өз мақсаттарына жетуді қалайтынын айтты, ал басқалары тек тыныштық пен бақытты өмір сүруді армандады. Бақшаның ішінен Әлия ерекше бір ағашты көз тікті. Бұл ағаш өте көне, оның бұтақтары ұзын әрі бұрышты болып, төменге қарай салбырап тұрған еді. Оның асты таза алтын түстес жапырақтармен жабылған еді. Әлия ағашқа жақындап өз арманын айтты. «Мен де өз арманымды жүзеге асыруды қалаймын. Маған бақытты болуға және өзімді табуға көмектесіңізші». Ағаш оның өтінішін тыңдағандай, жұмсақ жапырақтарын тербетті. Тіпті оның бұтақтарынан тамшы су тамып, Әлияның бетіне тигенде, ол өзі ерекше бір күш сезді. Ағаш оған күлімдеп қарап, «Сенде күш бар, Әлия. Сен тек сенуің керек, тек арман етуің қажет. Сен армандаған нәрсе сенің ішінде. Оны табу үшін жүрегіңе сен». Әлия ағаштың сөздерінен кейін өзіне сенімді бола бастады. Ол бақшадағы барлық гүлдермен бірге болашаққа сеніммен қарады. Ол арманын жүзеге асыру үшін бар күш-жігерін салуға дайын болды. Түн қараңғылығы басталғанда Әлия бақшадан шығып бара жатып артқа бұрылып қарады. Бақша әлі де жанып тұрды, бірақ сол жолы ол бақшада ешкім болмады. Тек гүлдердің хош иісі мен әндері ғана қалды. Әлия ертеңгі күні бақшаға қайта оралып, өзінің арманына жету үшін қажырлы түрде жұмыс істей бастады. Ол өмірде не қалайтынын түсінді және өзінің мақсатына жету үшін әр күні жаңа күшпен қозғалды. Ақыры Әлия өзінің арманына жетіп, сиқырлы бақшада алғаш рет тапқан сенімділігі мен күшінің арқасында көптеген ғажайыптар жасауды бастады. Бұл ертегі тыныштық пен сенімділікті білдіреді. Арманның күшін түсінуге көмектеседі және баланың жүрегінде үміт оятады.